Саламатсыңдар ма? Бүгін математика сабағынан 85-ші сабақ есеп шығару тақырыбын өтеміз. Бірінші тапсырма. Тік төртбұрыш туралы кейбір мәліметтер белгілі. Белгісіз мәліметті есептеп тап. Мұнда тік төртбұрыштың ені берілген 25 метр, ұзындығы берілген 16 метр. Оның периметр мен ауданын есептеу қажет. Периметрін табу формуласы P тең A қосылған B көбейтілген 2. 16-ны 25-ке қосып, оны 2-ке көбейтеміз. Сонда 82 метр болады. Ауданын есептеу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. 16-ға 25-ті көбейтсек 400 метр квадрат. Жоғарыдағы кестемізге мәнін жазып қоямыз. Келесі екінші бағанда ені берілген 28 сантиметр, периметрі берілген 126 сантиметр. Енді ұзындығын есептеу үшін периметрін 2-ге бөліп, енін алып тастаймыз. 120-ны 2-ге бөліп, одан 28-ді азайтсақ 35 сантиметр. Демек, тік төртбұрыштың ұзындығы 35 сантиметрге тең. Ауданын есептеу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. 35 көбейтілген 28 980 сантиметр квадрат болады. Жоғарыдағы кестемізге тапқан мәнімізді жазып қоямыз. Үшінші баған. Ұзындығы 78 дециметрге тең. Ауданы берілген 2808 дециметр квадрат. Ені мен периметрін табамыз. Енін табу үшін ауданды ұзындыққа бөлеміз. Сонда 36 шығады. Енді периметрін есептейміз. А қосылған Б көбейтілген 2. 78-ге 36-ны қосып, оны 2-ге көбейтеміз. Сонда 228 дециметр шығады екен. Тапқан мәнімізді кестеге жазып отырамыз. Соңғы баған ені 25 мм, ал ұзындығы енінен 15 мм-ге артық. Периметр мен ауданын есептеу қажет. Алдымен ұзындығын есептеп алайық. Ұзындығын есептеу үшін еніне 15 мм-ді қосамыз. Сонда 130 мм болады. Кейін ауданын есептейміз. Екеуін қосақ 1000 мм болады. Периметрі 130 мм-ге тең. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Есепті шығар және оны шығарудың әр түрлі тәсілін тап. Тиімді тәсілін таңда. Оңтүстік аймақтарда орам жапырақтың түсімділігі гектарына 60 тонна. Солтүстік аймаққа қарағанда 25 тоннаға артық. Оңтүстік аймақтарда 25 гектар жерге қанша тонна орам жапырақ артық өсірілген? Есебімізді шығарайық. Алдымен екінші солтүстік аймақтағы түсімділікті анықтаймыз. Ол үшін 60-тан 25-ті азайтамыз. Сонда 35. Келесі, жалпы түсімнің массасын анықтаймыз. Бірінші, оңтүстік аймақтағы түсімнің массасын анықтау үшін түсімділікті ауданға көбейтеміз. Сонда 1500. Келесі, екінші түсімділікті есептейміз. 35-ке 25-ті көбейтеміз, 775 тонна. Екеуін азайтсақ, 625 тонна. Бұл есепті тағы бір шығару тәсілі. Бізге табу керек оңтүстік аймақтарда 25 гектар жерге қанша тонна орам жапырақ артық өсірілгенін. Бізде есептің шартында тұр. Солтүстік аймаққа қарағанда 25 тонна артық екен. Демек, 2 бізге белгілі мәліметті көбейтеміз, сонда 625 тонна болады. Мына формула арқылы шығарамыз. Есептің жауабы оңтүстік аймақтарда 25 гектар жерге 625 тонна орам жапырақ өсірілген. Келесі тапсырма. Тік төртбұрыш пішінді жер телімінің ұзындығы 60 метр, ені 40 метр. Қиярдың бір сортын өсірген кезде түсімділігі 16 килограмм болды. Бұл сортты түсімділігі 2-ден 1-ге артық басқа сортпен ауыстырады. Жер телімінен қиярдың жаңа сортынан қанша килограмм жинап алынды? Есептің шартын жазып алайық. Есепті шығарамыз.
Алдымен түсімділікті жаңа сортқа қосамыз, сонда 24 килограмм бөлінген метр квадрат болады. Енді ауданды есептейік. 2 ұзындығымен енін көбейтеміз. 60-қа 40-ты көбейтсек 2400 метр квадрат. Енді түсімділіктің массасы қалды. Түсімділікті ауданға көбейтеміз. 24-ті 2400-ге көбейтсек 57600 килограмм. Сонда есептің жауабы жер телімінен қиярдың жаңа сортынан 57600 килограмм жинап алынды. Төртінші тапсырма. Арасы 2 километр болатын екі кенттен бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы бағытқа екі салт атты шықты. Біреуінің жылдамдығы бізде 12 километр бөлінген сағат, екіншісінікі 18. 2 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болады? Есепті шығарайық. Алдымен бірінші жүріп өткен салт аттының арақашықтығын есептейміз. Ол үшін бірінші салт аттының жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. 12-ні 2-ге көбейтсек 24. Екінші арақашықтықты есептейік. Ол үшін екінші салт аттының жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Сонда 36 километрге тең болады екен. Бізге қажетті енді жалпы арақашықтықты есептейік. Ол үшін бізге белгілі 3 жолдарды қосамыз. 24-ке қосамыз 36-ға, оған 2-ні, сонда 62 километр. Есептің жауабы 2 сағаттан кейін 2 салт аттының арақашықтығы 62 километр болды. Есебіміз шықты, өз жауаптарымен салыстырып көріңдер. 5-ші тапсырма. Дәптерге координаталық бұрыш шығатындай сәулелер сызып, төмендегі берілген кестелерге мәліметтерін толықтырамыз. Және кесте бойынша берілген жылдамдық бойынша қозғалыс графигін құрастырамыз. Бірінші Т сағат берілген, 0-ші, 1-ші, 2-ші, 3-ші және 4 сағат бар. Енді кестені қалай толтырамыз? Бізде бірінші шаңғышының жылдамдығы берілген, ол 15 километр бөлінген сағат. Енді S-ті табу формуласы жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. 15-ті 0-ге көбейтеміз, 0 шығады. 15-ті 1-ге көбейтеміз, 15 шығады. 15-ті 2-ге көбейтеміз, 30. 15-ті 3-ге көбейтеміз, 45. 15-ті 4-ге көбейтеміз, 60. Осылайша кестені толтырған соң, мына координаталық жүйеде нүктелерді белгілеп шығамыз. 0-де 0, 0 тұрады осы жерде, 1-де 15. 1-де 15 дегеніміз мына жер, екеуінің қиылысқан жерін нүктемен белгілейміз. Келесі 2-де 30, 2 дегеніміз мына жер, 30 дегеніміз мынау. Екеуінің қиылысқан жерін тағы нүктемен белгілейміз. Сосын барлық нүктелерді қосақ, бізде осындай график шығады. Келесі екіншісінде шаңғышының жылдамдығы 5 километр бөлінген сағатқа тең, арақашықтықты дәл солай есептейміз. 5-ті 0-ге көбейтеміз, 0, 5-ті 1-ге көбейтеміз, 5, 5-ті 2-ге көбейтеміз, 10. Кестені толтырған соң, бізге белгілі мәліметтермен графикті сызамыз. Есебіміз шықты, енді 5-ші Ә тапсырмасына келейік. Координаттар жүйесі көмегімен қозғалыстың 2 және одан да көбірек графигін орналастыру ыңғайлы. Бізге керек бір ғана координаталық жүйені сызып, бірінші және екінші шаңғышының қозғалыс графигін сызу. Дәл алдыңғы мәліметтерді қолданып, екі түрлі график сызамыз. Мынау бізде бірінші шаңғышының графигі, мынау екінші шаңғышының жүріп өткендегі графигі. Есебіміз шықты, келесі тапсырма. 6-шы тапсырма. 5-ші тапсырма бойынша өз сұрақтарыңды құрастырып, оны досыңа қой және досыңның сұрағына жауап бер. Кез келген есеп сұрақ құрастырамыз. Бірінші. Шаңғышы 3 сағатта 15 километр бөлінген сағат жылдамдықпен қозғалса, онда шаңғышы қанша километр жол жүреді деп сұрақ қояйық.
Арақашықтықты есептеу формуласы S-тен V көбейтілген Т. 15-ті 3-ке көбейтеміз, 45. Сонда есептік жауабы 45 км жол жүреді. Екінші сұрағымыз. 5 км бөлінген сағат жылдамдықпен 20 км жолды шаңғышы қанша уақытта бағындырады? Уақытты табу формуласы Т тең S бөлінген V. Сонда 20-ны 5-ке бөлсек 4 сағат. Есебіміз шықты. Келесі. Бізде сызбаға берілген мәліметтерді кестеге орналастырып, оған ұқсас есептер құрастыр. Мына жерге бос торкөзге жазамыз 19 км бөлінген сағат, екінші бос торкөзге жазамыз 14 км бөлінген сағат. Енді есепті шығарайық. Алдымен жылдамдық қашықтығын тауып аламыз. Ол үшін V1-ге V2-ні қосамыз. Неге жылдамдықтарын қосамыз? Себебі бізде жылдамдықтары қарама-қарсы бағытта тұр. Ал бағыттас болса жылдамдықтар ол кезде азайту амалын қолданамыз. Қазір біз 19-ға 14-ті қосамыз, 33 болады. Енді S жолды табамыз, ол үшін V-ны Т-ға көбейтеміз, 66. Есебіміздің жауабы екі шаңғышының арақашықтығы 66 км-ге тең. Бізге мұнда шартында берілген ұқсас есеп құрастыр деп. Екінші есебіміз мынау. Бізде жылдамдық 25-ке тең болсын. Екінші жылдамдық 10-ға тең. Арада 3 сағат өтсе, олардың жүріп өткен жолы. Дәл алдыңғы есепке ұқсас етіп, екі жылдамдықтарды қосамыз, 35 болады. S-ті табу үшін V көбейтілген Т. 35-ті 3-ке көбейтеміз, 105. Екі жүргізушінің арақашықтығы 105 км. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. 25-ке қалай көбейтуге болатынын қара. 496-ны 25-ке көбейтеміз. Мұнда берілген 496-ны 4-ке бөліп, оны 100-ге көбейткен. Неліктен? Себебі 25 бізде 100-дің 4-тен 1-не тең. Немесе 100-ді 4-ке бөлгенде 25-ке тең. Сол үшін алдымен берілген санды 4-ке бөліп, оған 100-ді көбейтсек, мына екеуінің мәні бірдей болады. 12400 шығады. Келесі 24 көбейтілген 25 есептейік. 24-ті 4-ке бөліп аламыз. 6 болады. Оны 100-ге көбейтеміз. 600. 32 көбейтілген 25. 32-ні 4-ке бөліп 100-ге көбейтсек 800 шығады. Дәл қалған 4 есепті де осы жолмен есептейміз. Есебіміз шықты. Келесі. 9-шы тапсырма. 4 құрбы Әлия, Айна, Дана және Бақыт мерекеге әшекейлер жасады. Біреулері алтын түсті қағаздан гүл тізбе, енді біреуі қызыл түсті жалауша, үшіншісі күміс түсті жалауша, төртіншісі алтын түсті ою жасады. Айна мен Дана бір түсті қағазбен жұмыс істеді. Ал Әлия мен Айна бірдей әшекей жасады. Бұл есепті шығарудың жеңіл тәсілі кесте құру арқылы бізде белгілі адамдардың аттарын жазамыз және олардың жасаған жұмысын қоямыз. Біріншіге мұнда тұр шартында Айна мен Дана бір түсті қағазбен жұмыс жасады. Міне Айна, міне Дана. Бір түсті қағазымыз ол бізде алтын түсті. Міне екі рет кездескен. Айнаға плюс қоямыз, екінші Дана ғой. Ол да алтын түсті жасаған, екі жаққа плюс қояйық. Енді Әлия мен Айна бірдей әшекей жасады. Әлия күміс түсті жалауша істесе, Бақыт қызыл түсті жалауша істеген. Шарттағы берілген мәліметпен есептің жауабын осылайша тауып алуымызға болады. Есеп шықты. Келесі тапсырма. Көктемде жалпы ауданы 100 метр квадрат екі жер теліміне қызанақ көшеті отырғызылды. Әрбір квадрат метрге отырғызылған көшет саны бірдей. Бірінші жер телімінде 140, ал екіншісінде 260 көшет болды. Әр жер телімінің ауданын тап. Алдымен екі бізге берілген түсімнің массасын қосып аламыз. 140-қа 260-ты қоссақ 400.
Енді түсімділікті анықтаймыз. Ол үшін түсімнің массасын ауданға бөлеміз. 400-ді 100-ге бөлсек 4. Енді ауданды есептейік. Ол үшін түсімділіктің массасын түсімділікке бөлеміз. 140-ті 4-ге бөлсек 35 метр квадрат. Екінші ауданды есептейміз. 260-ті 4-ге бөлсек 65 метр квадрат. Есептің жауабы: бірінші жер телімінің ауданы 35, екінші жер телімінің ауданы 65 метр квадрат. Балалар, барлық тақырыптағы 10 есепті талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.